Сәлем достар. Сіз сыртқы әлемді басқара алмайсыз, бірақ ішкі әлеміңізді басқара аласыз. Сіздің күшіңіз сіздің ішіңізде. Қалаған шындықты жасау үшін ойларыңыз бен эмоцияларыңызды пайдаланыңыз. Сіз өзіңді өзгерт YouTube арнасындасыз. Каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий жаза кетіңіздер. Нақты дәл қазіргі өмірді бақылауда ұстаудың құпиялары. Эмоцияларыңыз әлеміңізді қалай қалыптастырады? Сіз айналамыздағы әлемді өзіміз қалай жасайтынымыздың таңғажайып құпияларын ашуға дайынсыз ба? Күн сайын біз эмоциялар дауылын бастан кешіреміз. Қуаныштан қайғыға, толқудан тыныштыққа дейін. Бірақ сіз шындықты қалай қалыптастыруда басты рөлді осы эмоциялар ойнайтынын білесіз бе? Эмоциялар жай ғана өткінші күйлер емес, олар бізді қоршаған әлемді жасай алатын және өзгерте алатын күш. Ал бұл қалай жұмыс істейді дерсіз? Сіздің көңіл күйіңіз оқиғаларды, адамдарды және мүмкіндіктерді тартатын магнит сияқты деп елестетейік. Егер сіз жағымды эмоциялар шашсаңыз, сіз бақытты сәттер мен сәтті кездесулердің магнитіне айналасыз. Дегенмен, жағымсыз эмоциялар туралы ұмытпағаныңыз жөн. Олардың да өз әсері бар, бірақ кейде біз қалағандай бола бермейді. Депрессияға ұшыраған күй сіздің айналаңызда қиындықтар мен жаман оқиғаларды тарта отырып негативтілік құйындарын тудыруы мүмкін. Мәселе мында. Эмоцияларды қалай жау емес, одақтас ету керек. Ең бастысы оларды түсіну және басқара алу маңызды. Шындықты зерттеуші ретінде сізді қандай эмоцияларға басымдық беру керектігін, оларды қалай өзгерту керектігін және олардың шығармашылық әлеуетін қалай пайдалану керектігін таңдау мүмкіндігіңіз бар. Ендеше достар, эмоциялар сіздің қалауыңызға сай өміріңізді қалыптастыратын құралға айналатынын бірге анықтайық. Өзіңді өзгерт YouTube арнасымен болыңыз. Біз эмоциялар арқылы шындықты, қазіргі өмірді басқарудың құпияларын ашамыз. Сіздің әлем сіздің қолыңызда. Ал енді ең маңыздысына керек. Эмоцияларымызды қалай басқарамыз? Қалай өз көңіл күйіңіздің шебері болуға болады? Эмоцияларды басқару дағдысын қалай меңгеруге болатынын және шындыққа үйлесімді ортаны қалай құру керектігін анықтайық. Каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басыңыздар. Бұл YouTube арнада тек қана өмірге керекті пайдалы кеңестермен бөлісіп отыратын боламын. Толқындар сияқты эмоциялар бізді өзімен бірге алып, өмірімізге із қалдыра алады. Ең бірінші қадам ол сіз эмоцияларыңызды білуіңіз қажет. Саналы түрде қазір қандай эмоцияларды өзіңіз шығарып жатсыз ішіңізден, сол эмоцияларға өзіңіз білуіңіз керексіз. Өзіңізді қалай сезінесіз? Оларды толығымен сезінгеніңізді мойындаңыз, бірақ олардың сізді басқаруына жол бермеңіз. Екіншісі, тыныс алу. Тыныс алу жаттығулары сіздің сенімді одақтасыңыз болып табылады. Терең және тыныш тыныс алу эмоцияларыңызды теңестіруге және ішкі тыныштықты қалпына келтіруге көмектеседі. Үшінші, реакция кез келген оқиғаға, жағдайға реакция бермес үшін одан бұрын үзіліс жасаңыз. Бірнеше секундқа үзіліс жасаңыз. Эмоцияларыңызға, мінез құлқыңызға күш бермес бұрын үзіліс жасаңыз. Өзіңізге қалай жақсы жауап беру керектігін ойластырыңыз. Төртінші, көзіңізді жұмып, денеңіздің тыныштыққа толы екенін елестетіңіз. Визуализация сізге жағымды эмоцияларға ауысуға көмектеседі. Көзіңізді жұмып, жақсы оқиғаларды, өзіңізге ұнайтын оқиғаларды көзіңізге елестетіңіз. Бесінші, оймен жұмыс. Қандай ойлар эмоциялармен бірге жүретінін бағалаңыз. Ішкі диалогты өзгерту арқылы сіз эмоционалды реакцияңызды өзгерте аласыз. Яғни ойлаңыз, мысалы, сізге бір ой келді. Сол ойға сіз эмоция бересіз ба? Қандай ойға? Жақсы ойға эмоция бересіз ба? Жаман ойға эмоция бересіз ба? Соны ойлаңыз.
ең соңғысы керемет дағды ол медитация. Медитация сіздің ақыл ойыңыз бен эмоцияларыңызды басқаруға үйретеді. Күніне бірнеше минут қана бөлсеңіз, сіз сабырлы әрі зейінді боласыз. Достар, эмоцияны басқаруды меңгеру бұл процесс. Осы кеңестерді орындаңыз, сонда сіз өз көңіл күйіңіздің, демек сіздің дәл қазіргі шын өміріңіздің иесі боласыз. Сіз эмоцияңыз басқара аласыз. Эмоцияңыз басқарсаңыз, онда өміріңізді де өзіңіз басқара аласыз деген сөз. Сіздің өз өміріңізбен үйлесімділігіңіз қазірден басталады. Өмірді өз пайдаңызға өзгерту үшін онымен келісе білу керек. Яғни өміріңізді сол қалпында қабылдаңыз. Сонда ғана сіз өзгерістер енгізе аласыз. Сыртқы әлеммен емес, өз-өзіңізбен, өз ішіңізбен күресіңіз. Каналда болғаныңызға рахмет. Міндетті түрде өзіңді өзгер YouTube арнасына тіркеліп алыңыз. Лайк басып, комментарийлермен өз ойларыңызбен бөлісіңіздер.